Сәлем достар, мен бүгін өзімнің 1 жыл тұрған жатақханамнан көшкелі жатырмын. Жақта тағы бір кішкентай шабадан. Бұны да қазір жабамын. Бұйырса, киім ілгіштер, анау, мынау, көрпе, сүрпе. Мінекей осының бәрін жинап, қазір көшемін. Сабақ кезінде біз осы жерде толып отыратынбыз. Қыс бойы, күз бойы, көктем бойы. Қанша рет осы жерде эссе жаздық, презентациялар дайындадық. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, жан адам жоқ. Және менің ойымша, бұл да менің осы кітапханаға осы оқу жылында соңғы рет келуім деп ойлаймын. Қазір мен бір қағазды шығартып аламын принтерден. Содан кейін енді келмеймін. Қайғалтымды жоғалып кетсе дейсің, баған ақшаң тозаң. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен біздің университеттің кітапханасының алдында тұрмын. Далада жаңбыр жауып тұр, аспан тұманданып кеткен. Жаңа айтқанымда, енді мен бұдан кейін бұл кітапханаға келмейтін шығармын, өйткені шаруамның бәрі бітті. Осыдан 4 күн бұрын өзімнің диссертациямды сәтті аяқтап, сабмишн жасадым. Қазір мен көрсетем сіздерге. Мынау артымыздағы Strathclyde спорт, осыған мен жыл бойы бассейнге келдім және зумбаға келдім уақытым болған кезде. Ал мына ғимаратта біздің факультетіміздің ұжымы отырады, біздің мұғалімдеріміз, деканымыз және басқа да стаф дегендей. Мен қазір бір түрлі бір қимастық сезімде тұрмын. Мынау жаңбырменен жағаласып, 1 жылдың қалай тез өтіп кеткенін сезбей қалған сияқтымын. Солай, мынау жаңбыр қатты жауып кетті ғой, құр-құр. Мына жерде тұрып көп нәрсе есіме түсіп жатыр. Осы кітапханада түні бойы отырып эссе жазған күндерім, сабақ оқыған күндерім, мынадай 10-15 шақты кітапты алдыма үйіп алып оқығаным, шай ішкен күндеріміз, қыздармен шулаған күндеріміз, осы кітапхананың асханасында отырған күндеріміз бәрі есіме түсіп жатыр. Қазір 1 жыл деген көзді ашып жұмғанша өте шығады екен. Қызықты сәттердің барлығы менің осыдан бұрынғы түсірілген видеоларымда бар. Айтпақшы, қазір мен қайда бара жатырмын. Бізді, Назым құрбым екеумізді, International кафеде танысқан достарымыз қонаққа шақырған болатын. Қоштасу кеші, farewell party. Әдетте бәрі тәтті бәрі басында, уақыт өте кете буы қалады басыла. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай, себебі сиқыр көпір бар арада расында. Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал. Қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл. Себебі екеумізге не керегін білемін, алыстамай сондықтан жанымда қал, жаным ау. Сен уайымдама, түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана. Тек сен алаңдама, сенші маған, келші маған. Әндетемін сені сағынғанда, теңесемін аппақ атқан таңға. Жүрегімнің жарып шыққан әні бол, мейірімге толы өмір мәні бол. Болшы жаным, бол жақын жаныма.
Belfast, you kill Go Julia. Stop it. And was like, no, I don't think so. We're not married yet. No, say Tom. She can see it. You can see as well. Tell me the truth. No, Do you think? not me. Nazim Nazim maybe. told me. Nazim. Charles Rennie McIntosh. Macintosh. Yeah, famous Scottish architect. Architect, yeah. That's like, I think he's well known for like his roses. Just 1 second. Okay. Come here. I wish that my girls are happy, that they are loved by the people they are around. I hope that they know the love, that God loves them so much, and that they visit us again. And I pray that, God are with them. I love you. And come back. Rebecca, do you want to say something? I will cry. No, don't cry. So yeah, you've become part of our family. 2 minutes away. Being here, and we've really appreciated having you here and getting to know you and hearing your stories. And part of our heart will go with you because you go away. And it's very sad, but we're also happy because you've had so many experiences. And we'll hopefully see you again one day. So we wish you all the best. Thank you. We love you and we miss you. See you. Мен қазір Глазго қаласындағы Клайд өзенінің жағасында тұрмын. Көңілімде түрлі сезімдер арпалысып жатыр. Қимастық та бар, елге оралам деген қуаныш та бар. Бір жыл бойы оқыған еңбегіміз нәтижесін беріп, аман есен бәрін аяқтадық деген ойда бір жеңілдік те бар. Мойнымыздан бір жүк те түскен сияқты. Бір жағынан әрине осындай біздің студенттік өміріміздің куәсі болған әдемі қаламен қоштасу да оңай болмай тұр. Глазгоға тек алғыс айтамын. Бұл менің Глазгодағы ең соңғы кешім. Осы жылғы ең соңғы кешім деп ойлаймын. Бұйырса бұдан кейін Глазгоға келетін шығармын, үміттенемін.